Сәлем достар, сіздермен бүгін изомальттан леденцы жасаймыз. Отымызға ыдысымызды қойып аламыз да изомальтты бірден саламыз. Осындай изомальт кондитерлік дүкендерде сатылады. Изомальтымыз әбден ерігенше жақсылап араластырып отырамыз. Изомальт әбден осылай еріген кезде отты сөндіре беруге болады. Осы кезде изомальтымызға красительді қосып аламыз, немесе красительді қоспаса да болады. Красительді қосқан бетте бірден араластырамыз. Қосқан түсіміз әдемі болғанша біркелкі қылып араластырамыз. Изомальтымызды арнайы осындай коврикқа құямыз, және ол толықтай суып қалмай тұрғанда оған шпажкаларымызды сразу кіргізіп, осылай айналдырып қоямыз. Қисық шыққан леденцылардың шет-шетін осылай шпажкамен түзетіп жіберуге болады. Үстіне посыпка себетін болсаңыздар, осылай қатпай тұрған кезде бірден сеуіп алу керек. Өйткені изомальтымыз қатып қалғаннан кейін оған ешқандай посыпка жабыспайды. Изомальтты пергаментный бумагаға құюға болмайды. Посыпканы сепкеннен кейін үстінен кішкене басып жіберуге болады. Ыдысымызда қатып қалған изомальтты тағы да ыстық отта ертіп алып, қалғанын құйып аламыз. Изомальтты ерткеннен кейін изомальтпен тез жұмыс жасау керек, өйткені ол қатып қалғаннан кейін сіз оны өзіңіз қалаған формаға келтіре алмайсыз. Кондитерлік дүкендерде леденцыға арналған арнайы формалар болады, силиконовый. Соны да сатып алып қолдануға болады. Леденцыларымыз тез қатады. Осындай әдемі леденцылармен балалардың торттарын әсемдеп шығуға болады. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.